Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен фри пісіретін боламын. Ол шарики фри деп аталады. Сол үшін мен телефоным зарядкада тұр. Ал мен картошканы ашып, қасымда жем. И 6 картошка мен 2-ін қойып қоямын да 4-ін ашар. И мына суға мынаны аттығады. Суға әчуір бірдеме шатылады. Короче, жуады. Мен ашып аламын. Маған көп уақыт кетті, біраз сосын мен сіздерге тоқтатып шартты видеодан қысқартып салып отырдым. Ешін мен қолым босамайтын болып қалды, но дәмі енді зор деп айтамын. Енді мен картошка шотқан жерім. Сол үшін мені бағалап лайк басып кетіңіздер. Мен жаңа канал аштым. Аттан кейін жасаймын. Солай. Енді мен ашып болып, мынаған салып жудым. Мынаны қатты ысқылап жуу керек. Мынау қатты бір жамылып қалуы да мүмкін. Сол үшін өздеріңіз істеп көріңіздер. Комментарияға өзім жазып кететін боламын рецептерді. Барлығы білетін шығар. Мен енді мынаны турап болдым. Енді оны езіп қуыратын боламыз. Кеттік. Мынау енді қайнап болғаным. Енді мынаны езетін боламыз. Басында күшті болатын шығар дедік. Кішкене нормально болып қалды. Кішкене түтін шығып жатыр. Енді мынаны езетін боламыз. Мына үштер қатты ұнады. Бұқтаумен. Енді мынаны езіп, енді мынаны дөңгелетіп қоямыз. Мынау енді дөңгелеткенім кішкене аш болып тұр. Сол үшін дәмі зор. Негізі мынау кішкене бір зат болып қалды. Кішкене майым қызып кетті, сол үшін дәмі зор болды. Басында жұмыртқамен қостым, ұнмен кішкене жобалап келді. Дәмі енді зор, айта алмаймын. Дәмі жасап көрсеңіздер де болады. Астына комментарияға рецепті жазып кететін боламын. Дәмі зор, сіңілімді жеп болды. Енді осымен видео аяқталды. Всем пока.